Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай жұп-жұқа әрі тесік болып шығатын блинчиктардың рецептісімен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп өтіңіздер. Менің арнамда басқа да рецепттер бар. Ал енді біз блинчигімізді бастаймыз. Жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше. Қантымыз ергеннен кейін үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Оның үстіне біз содамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық май құйып шығатын боламыз. Барлық қажетті мөлшерді описание бөліміне жазып өтетін боламын. Тағы да бір араластырып жібереміз. Енді біз ары қарай сүтімізді құямыз. Менде 3,2% магазиннің сүті. Жақсылап араластырып жібереміз. Енді сүтті құйғаннан кейін жылылау суымызды үстіне құямыз. Енді шетінен отырып ұн салып, қоюлау тесто болғанша араластырып отырамыз. Арасында түйіршік қалып кетпеуі қажет. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай сұйықтық шығады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Ал енді біз қызып тұрған табамызда пісіріп алатын боламыз. Құйып жатқан жағы түспей қалыпты. Байқасаңыздар, бірден тесіктер пайда болды. Блинчик пісірген кезде міндетті түрде осындай тесіктер шығуы қажет. Енді екінші жағын аударып аламыз. Бір бетін 2-3 секунд ұстасақ жетеді. Қызып тұрған таба болса егер. Міне біздің блинчиктеріміз дайын. Толығымен пісіп шықты. Менде осыншама блинчик шықты. Енді қаймақ және творогқа салып, ортасына салмаларын салып, осылай дайындап шықтым. Енді арасын көрсетейін. Міне творог салынған, ал мынау қаймақ салынған блинчигіміз. Достар, менің каналымда етті бәліштің рецептісі де бар. Басқа да рецепттер өте көп. Менің арнама тіркеле кетіңіздер. Енді біздің блинчигіміз осымен дайын болды. Қарасаңыздар, өте жұқа әрі тесіктері өте көп. Егер блинчиктеріңіз дұрыс шықпай жүрсе, менің рецептімен жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.